Төлеген Жәкітайұлы, жылқы моласы. Өлмейтін құлға өлі балық кезігеді деп тегін айтылмаған дейтін атам, аштық жылдар туралы әңгімесінің күрсіне жалғап. Біздің Қорғалжын, Жалманқұлақ өңірі аштықтың зардабын сонау 1929 жылдан тарта бастады. Қолымыздағы малдың бәрін әртелге саламыз деп өкімет құртты. Одан Маңқауру деп жылқыны қырды. Мына Жалманқұлақ пен анау Қожакөлінің ортасында үлкен сай бар. Кезінде осы маңайдың қалың еркек кіндіктісін жауып, сол сайдан әрі терең, әрі үлкен ор қаздырған. Сап-сау мыңдаған жылқыны маңқаға шығарып, сол сайда қырып салды ғой. Сол араны кейін жылқы моласы деп атап кеттік. Жылқыны мылтықпен де атады. Көбінесе кілең қолға арулы жігіттер таңнан кешке дейін әлгорға балтамен, сүйменмен шекеден ұрып құлататын. Он ауданнан келген өкілдер жамбасында алтатары салпаңдаған милициялар қадағалап күзетті. Халыққа күндіз мына жылқыларға Маңқауру жұққан, жесеңдер сендер де ауру боласыңдар деген үгіт жүргізеді. Бірақ солар қазақ арам өлгенді жемейді десіп, әлгі сайды түнде күзетпейтін. Сол кезде-ақ ел ашығып отырған. Қырып жатқан жылқының түк ауру жоқ екенін бәріміз анық білеміз. Адамнан айласқан ба? Бір-екі жігіт етігінің табанына кездікті тас қып байлап алады. Кездіктің ұшы өкшеден бір елдей ғана сыртта. Сүйменмен шекесінен қатты ұрсаң, жылқы сеспей қатады ғой. Ал сәл ақырын ұрсаң, ор түбіне мұрттай ұшса да бірден өлмей тыпырлап жатады. Ондайда орға секіріп түсіп, және ұру керек. Орға түскен кісі милицияның көзін ала бере, өкшедегі кездік ұшымен тыпырлап жатқан жылқының тамағын бисмилля деп екі рет піскілеп үлгереді. Аздап қанағат. Содан қан шыққан мал адал десіп, түнделетіп келіп әлгі жылқыны ұрлап әкетеміз. Тығылып жүріп пісіреміз. Аңду күшті, біліп қойса халық жауы деп айдап әкетеді. Қаншама ағайынымыз сондай нақақ жаланың құрбаны болып кете барды ғой. Әне, бұл ел сөйтіп жамбаққан, кейінгі жылдары соғанда зар болғанбыз. Өлмейтін құлға өлі балық кезігеді деген осы қалқам. Қалың қазақты қынадай қырған сол аштықтан да талайымыз тірі қалдық. Етіміз тірі, жанымыз сірі болғандықтан емес, Алла тағаланың ризығымызды тауыспағандығы. Мына өздеріңнің көретін жарықтарыңның жазылып қойғандығы. 4 жылға таяу соғыста жүргенімде де, бұршақтай жауған немістің оғы жіліншігімді тесіп өткені болмаса, басқа жеріме дармай аман келдік. Енді міне, сол зобалаң күндердің бірін көрмегендей отырсын мынау. Осының бәрін көрсеткен жаратқан иеме мың шүкірлік. Атам осындай әңгіме соңында әдетінше құбыланы бетке алып, жай намазын жайып жатар еді. Өскен өңіріміздің өткен кеткенін бірталай біледі-ау деп жүрген Мәрлен бауырымның біздің ауылдың іргесіндегі жылқы моласы туралы бұған дейін мүлде естімегенін айтқанда ойланып қалдым. Бұған дейін осы жылқы моласы туралы сонау бір жылы бір ақын бауырым әңгімелеп беріп, ол көп замай Жас Алаш газетіне жарияланған поэмасын арқау етті. Жылқының тарихын қамтыған Қазанат кітабында да жылқы моласының қай өлкеде екенін енгізіп қойдық. Бірнеше жыл бұрын Қазайтыс сайтында жарық көрді. Бірақ бәрібір аздық қылады екен, сондықтан тағы бір жаңғыртып қойғанның артығы жоқ қой деп шештік. Ал жылқы моласы жайлы кеңінен жазу, Алла бұйыртса, алдағы күндердің еншісіндегі шаруа. Сурет туралы. Шамамен 1982 жыл түсірілген фотосурет. Оңнан солға қарай 20 жылға жуық Жалманқұлақ ауылының директор қызметін атқарған Сұлтан Мәжитұлы Насыров, атам Жәкітай Әлімқожаұлы, ұзақ жылдар колхоз төрағасы болған Балтабек ата Исабекұлы, және 30 жылдан астам сол өңірде молда болған Сәдуақас ата Оспанұлы. Төлеген Жәкітайұлы, оқыған Сұңғат Ғазиз.